эмне сендер жаңа намазга жыга бересиңдер деп. Енді біздің халықта қызықта мешіт деген бұл бір мәдени орталық қой. Адам деген келеді де өзінің құлшылығын жасайды да шығып кетеді, немесе уағыз тыңдайды басқа. Мешіттерде сен деген технологияны үйретуге, әдебиетті үйретуге, тағы басқа ғылымдарды, медицинаны үйретуге сен тиісті емессің. Міндетті емес. Және сенің құзыретіңе де кірмейді. А, Ол анау дамымай жатқанға жауап беретін орындардан сұрамайды да біздің үкімет. иә. Сонда әртүрлі мектептер салып жатыр. Сән салтанатты мектептер салып жатыр. 5000 балаға дейін оқитын мектептер, және шетел мектептері келіп жатыр. Соншама мектеп аштық, соншама университет аштық. Неге дамымай жатырық деп жүрген бір халықты көрмейсің да? Олардың құзыретіне кіретін нәрсе ғой негізінде. Әлбетте біз ұстаздар бұған үндейді, Иә, айтып ғылыммен жүр. айналысуға, біліммен айналысуға дегендей. Барлығына бірдей молда бол демейді. Бұған Абай атамыз өзі керемет нүктесін қояды. Абайдың Бәріміз туған жері, ху, жақын жері. хай деп тарихатқа зікір сала беретін болсақ, егінді кім егеді, заводты кім салады, мына үмбетте деп Абай атамыздың өзі бізді еңбекқорлыққа Үндеп кеткен. үндеп кеткен. Сондықтан бұл жерде бір проблема негізі дінде емес.